Сәлем, құрметті оқушы, сенімен бірге шәкірт онлайн мектебі, және менің есімім Камила Әзи. Бүгін өтетін тақырыбымыз адам өміріне климаттың әсері қандай? Сабақтың мақсаты климаттың адам өміріне әсерін білесің, және климаттың адам өміріне тигізетін әсерін зерделеуді үйренесің. Тірек сөздер климат және ауа райы. Климат дегеніміз не? Жер бетіне климаттың қандай түрлері болатынын картаға қарап айтып бер. Қазақстан қандай климаттық белдеулерде орналасқан? Мінекей, бізде жалпы климат дегеніміз ол біздің ауа райы, күннің ысуы немесе салқындауы, осы секілді біздің сыртқы құбылыстар. Енді бірнеше жаңағы белдеуліктер бар екен жер бетінде, және әрбір мемлекет әртүрлі жаңағы белдеулікте орналасқан. Енді Қазақстан соның ішінде қайсысында орналасқандығын тауып көрейік. Бірінші полярлық, міне мына түс бізде полярлық белдеу. Одан кейін қоңыржайы, жасыл түспен көрсетілген қоңыржай белдеу, және экваторлық тропиктік белдеу. Енді Қазақстан шамамен мінекей осы тұста орналасқан. Яғни Қазақстан жасыл белдеуліктің ішінде, қоңыржай белдеуде орналасқан екен. Климат гректің клима көлбеу деген сөзінен шыққан. Климат күн сәулесінің жер бетіне көлбеу түсуіне байланысты қалыптасады. Көлбеу түсетін сәулелерге қарағанда тік түсетін сәулелер ыстығырақ болады. Экваторға жақындаған сайын күн сәулесінің жер бетіне түсу бұрышы ұлғаятындықтан ауа температурасы да жоғарылай береді екен. Күн сәулесі жер бетінің қай бөлігін көбірек қыздырады? Оның климатқа әсері бар ма? Мінекей, бізде солтүстік суық, және солтүстік қоңыржай, одан кейін ыстық, оңтүстік қоңыржай, оңтүстік суық деген бөліктер көрсетілген. Енді жылу мөлшері өте аз түседі. Ол мына тұстарға, мінекей. Және міне, себебі бұл жерге күннің сәулесі көлбеу түрде барады, тікелей түспейді. Ал мына ортасындағы жылу шашу мөлшері өте көп деген тұста күн сәулесі ол жерге тікелей түседі. Сондықтан олар жаңағы экваторлық белдеу болып саналады бір жағынан, және бір жағынан өте ыстық болып табылады екен. Суреттерге қараңдар, климат адамның сыртқы келбетіне қалай әсер етеді? Мінекей, бірінші сурет пен екінші суреттің айырмашылығы, олар әртүрлі климаттық аймақтарда орналасқан. Бірінші суретте ақ нәсілді адамдар, яғни бұл жерге күннің көзі тікелей түспейді, және жаңағы екінші суретке қарағанда өте ыстық болмайды. Ал екінші суретте күн сәулесі тікелей түсетін аймақта орналасқан адам екендігі көрініпті, себебі олар көбінесе қара нәсілді адамдар болып табылады, және олардың тұратын аймағы өте ыстық. Адамның климат жылығаннан кейінгі ойлап тапқан құралдарын бірге атап көрейік. Мінекей, бірінші бөлікте жаңағы климат жылыды, одан кейін мұздар ере бастады, суға жүзу керек, қайықпен жүзу керек. Ол үшін алдымен адамдар мінекей жаңағы ағаштың діңгектерін пайдаланған. Ал одан кейін барып қайықпен ескек ойлап табылған. Күннің жылуының әсерінен бізде қайықпен ескек табылған екен. Ал екінші суретке назар аударсақ, күн салқын уақытта өте ірі жануарлар өмір сүрген, және адамдар оны таспен ұрып құлатқан, немесе әртүрлі қару-жарақпен ұрып құлатып азық ретінде пайдаланған, себебі олар өте қатты жүгіре алмайтын еді. Ал енді күн жылынған кезде жаңағы ірі жануарлар жойылып кетіп, оның орнына ұсақ жануарлар пайда болды. Олар мінекей елік деген секілді, және олар өте жылдам жүгіреді, адамдарға ұстатпайды. Сондықтан адамдар уақыт өте келе садақты ойлап тапқан. Мінекей климаттың өзгеруіне, күннің жылынуына байланысты әртүрлі құрал жабдықтар ойлап табылып отырған екен. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.